Біз қазір музейіміздің 3-ші залында тұрмыз. 3-ші залда Қарағанды облысының табиғаты туралы баяндалады. Сіздердің алдарыңызда тұрған диорамада орман тау тас өкілдерін көруге болады. Яғни алдымызда ағашта үкінің жанында орман өкілдерінің бірі еліктер. Еліктердің мүйізі бар еркегі бер жағындағы ұрғашысы болып табылады. Еліктердің жанында түлкінің жанында ең киелі аңдарымыздың бірі ақбөкендер. Ақбөкендерді 1921 жылдан бастап Қазақстанда атуға тыйым салынған. Мүйізінен дәрі-дәрмек жасайды, тұяғын күйдіріп күлінен сүйел теміреткен сияқты дене жараларына пайдаланады. Боса болмаса терісі өте бағалы аңдарымыздың бірі. Ақбөкендердің ар жағындағы суырды көруге болады. Суыр өзінің қазған үнінде мекен етеді. Суырдың жанында барлық аңдардың жауы қасқыр, қасқырдың ар жағында су өгізі деп аталатын тұмсығы ұзын құсты көруге болады. Яғни өзінің ұзын тұмсығына суды жинап алып, өзенге батырып, барлық күшімен тұмсығындағы суды шығарғанда өгіздің дыбысындай дыбыс шығады. Сондықтан су өгізі деп аталады. Сонымен қатар су өгізінің жанында өзен өкілдерінің бірі қабан. Осы тұрған қабанның салмағы 200 килограммды құрайды. Және де қабан жанында 2 андатыраны көруге болады. Андатыралардың ерекшеліктері, яғни терісі су өткізгіш, жауын-шашынға өте төзімді құстардың бірі болып табылады. Келесі кезекте алдымызда Қарағанды облысында мекен ететін, өмір сүретін өсімдіктер мен құстарды көруге болады. Құстардың суреттерін, яғни бұл құстар өсімдіктердің барлығы Қазақстанның қызыл кітабына енген, яғни облысымызда кездесетін, бірақ сиреп байра жатқан жойылудың аяқ алдында тұрған құстар мен өсімдіктерді көруге болады. Бұл жерде атап өтетін бір өсімдіктердің бірі 3-ші номерлі қарқаралы барбарисы, яғни Қазақстан аумағында тек қана Қарқаралы ауданында өсірілетін өсімдік. Келесі кезекте облысымызды Қазақстанға және әлемге танытып тұрған бір мекен, ол Қарқаралы ұлттық табиғи паркі, яғни облысымызға қарасты Қарқаралы ауданы. Яғни бұл жерде жалғыз қарағай, құлаған қарағайдың суретін көруге болады. 1912 жылға салынған орманшының үйін көрсеңіздер болады, және де Қарқаралы ұлттық табиғи паркінің табиғатының әсем көрінісін көрсеңіздер болады. Дәл осы Қарқаралы ауданында іші сырға толы Тылсымкөл, Шайтанкөл орналасқан. Яғни Шайтанкөлдің ішіне не балық өмір сүрмейді, не адамдар суына түсе алмайды. Осы Шайтанкөлдің жанында бір күн түнеп кеткен адамдардың айтуы бойынша Шайтанкөл түнде өзінің тіршілігін бастайды. Яғни су бетіне әртүрлі көлеңкелер түсіп, әртүрлі дыбыстар шыға бастайды. Осы Шайтанкөлдің жанында бір күн түнеп, келесі күні емшілікпен айналысып кеткен адамдар да бар. Сондықтан бұл көлді іші сырға толы Тылсым көлдік деп атап кеткен. Сонымен қатар біздің алдымыздағы экспозицияда Қарағанды облысының ең жас ағашының дінін және де ең кәрі ағашының дінін көруге болады. Оның жастық кәрілігін ағаштың діңгегінде орналасқан сақиналардан көрсеңіздер болады. Сонымен қатар бұл жерде төменгі сатылы өсімдіктердің қатарында ең сирек кездесетін өсімдіктер саңырауқұлақтар, яғни бұл жерде 1-ші, 2-ші, 6-ші номерде жеуге жарамсыз, қалғандары жеуге жарамды саңырауқұлақтарды көрсеңіздер болады.